Сәлем балалар, біз бүгін сендермен өте қызықты кітап оқимыз. Кітаптың аты Қызыл қоңыз. Бұндай кітапты ашылмалы кітапша деп атайды. Осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бір бұтада отыра берген қызыл қоңыз өзін жалғыз сезіне бастайды. Бір күні мен айналамдағы дүниені көруім керек. Таптым. Мен одан да жұмыс іздеймін деген ой келеді оған. Маған серіктес болатын достарымды сапарға шақырайын. Өрмекші ағаш маңайында өмір сүретін. Қызыл қоңыз өрмекші досына бірге жұмыс істеп, сапарға шығуға ұсыныс жасайды. Әй қайдам, менің уақытым жетпейтін секілді, деп өрмекші ойланып қалады. Өрмекшінің торы жел дауылынан ұшып кеткен болатын. Мына торды жасамайынша мен тамақ таба алмаймын ғой, дейді ол күрсіне. Қызыл қоңыз құрт мырзаға келеді. Біраз шайнамай тұрып маған құлақ салыңызшы, дейді қызыл қоңыз досына. Менімен бірге тірлік жасауға сені шақырамын. Сонда құрт мырза аузындағы тамағын шайнай беріп, кешір достым, мен бара алмаспын. Жақын арада сұлу көбелекке айналамдағы толған тамаққа тоямын. Қызыл қоңыз ары қарай ұша жөнеледі. Біз ұясына ұшып бара жатқан араны көріп, қызыл қоңыз айтады: Ара достым, маған серіктес болып, бірге шаруа жасауға барасың ба, дейді. Керемет ұсыныс, алайда мен мына жұмысымды тастай алмаспын, деп ара өкінеді. Мына гүлдердің балауса шырынын уақытысында жинауым керек. Кейін жемісін көріп, шырыннан бал жасаймын, дейді ара. Құмырсқа қызыл қоңыздың ең еңбекқор достарының бірі. Мен қателеспесем, құмырсқа маған серіктесіп, жұмыс іздеуге барады деп ойлай бастайды. Бірақ та қызыл қоңыз келгенде құмырсқа қызу жұмыс істеп жатыр еді. Ол жас жеткіншек жәндіктерге ұяға жапырақ жинауды үйретіп жатқан. Тездетіңдер, солға, оңға, деген құмырсқаның жан даусы шығады. Сонда қызыл қоңыз жарайды, кейін келермін, деп бұрылып қайта кетеді. Кенеттен қызыл қоңызға бір керемет ой келеді. Мен өзімнің туған қоңыз бауырларымды тірлік жасауға шақырайын деп қуанады. Олар міндетті түрде көну керек. Бұтақта отырған 3 бауыры да бұл ұсынысқа бастарын шайқайды. Біз енді жұмыстан келіп шаршап отырмыз, дейді біріншісі. Тіршілік етуге керек қаржының бәрін жұмсап тастадық, деп екіншісі қынжылады. Қызыл қоңыз достарының жағымсыз жауаптарына риза болмай, үйіне қайтып ұшып кетеді.
Жолда ол бақаны кездестіреді. Естуімше, сен өзіңе серіктес деп жүр екенсің ғой, дейді бақа. Мен сенімен бірге барайын. Бірақ қызыл қоңыз тоқтамай, кешір бақа, тым кеш болып кетті, деп үйіне қарай кетті. Қызыл қоңыз үйіне оралып, мен енді осы жерде қаламын дейді. Мен бір талай жерге барып көптеген жандарды жолымда кездестірдім. Олардың тіршілігі туралы білдім. Достары оның қызықты жұмысы туралы естіп, айналасына жинала бастайды. Одан да үйіме кіріңдер, отырыс ұйымдастырайық, деп қуанады қызыл қоңыз. Осымен балалар, ертегі аяқталды.